Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтыным қаттама нан. Ең алдымен бізге ұн керек, бір қасық шекер, бір қасық тұз және де жұмыртқа, бір жұмыртқа және де сұйық май керек, және жылы су керек. Осы жылы суды алып, ұнымызды илейміз. Осы ұнымызды илеп, қаттырақ қып илей береміз. Осылай қамырымыз дайын. Осы қамырды бір 10-15 минутқа бастырып қоямыз. Енді осы қамырды екіге бөлеміз да, екіге бөліп жайып аламыз. Осы енді біреуін жайып аламын, достар. Осылай ұн сеуіп жайып аласыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа рецепттер бар. Соған қарап жасасаңыздар болады. Енді осы қамырымызды осылай жайып аламыз. Жұп-жұқа қылып. Осылай жайып жатқанда сіз майыңызды ертіп алу керек. Майымды ертіп алдым мен, сары майды. Осылай жұп-жұқа қылып жайып алғаннан кейін майды ерітіп, осы қамырдың үстіне құйып жағып шығамыз. Енді осы майымызды осылай құямыз да, қолымыздың көмегімен жағып шығамыз. Болмаса щеткамен де жағуға болады. Осылай енді кесіп аламыз да, күлше қылып жаямыз. Кесіп алып осылай жинап аламыз осы май қамырымызды. Осы 5-6 бөлік болады. Осыларды енді жұқалап жайып майға қуырып аламыз. Майға қуырмай, болмаса жаңағы сары майды кішкене түбіне құйып қойып пісіріп алсаңыздар да болады. Мен кәдімгі сұйық майға қуырып алдым. Енді дәмді болған, хрустящий болып, шықырлатып жейтін бауырсақ нан болған. Осындай қаптама нан шығады. Қатпар-қатпар болып, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді шығыпты.